Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айдана. Бүгін өте дәмді пайдалы тағаммен бөліскелі отырмын. Рыба по-карельски, карельдік балық деп атайды бұл тағамды. Бұл тағам ерекше болғандықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Құрамына ребус балығы қажет болады. Ребус балығының ішін, сыртын барлығын тазалап алдым алдын ала. Келесі бір пияз қажет болады. Келесі одан кейін картоптан дәл осылай турап алдым. 2 бас қажет болады картоптан. Тұз, қара бұрыш қажет болады. Сұйық май қажет және сары май қажет болады. Ең алдымен балығымызды, жақсылап жуылған балығымыздың үстіне тұздап аламыз. Бөлме температурасына қойып қоямыз 10-15 минуттай. Балығымызды тұздағаннан кейін табамызды қыздырып, 2 ас қасық мөлшерде май құйып қыздырамыз. Май қызғаннан кейін 1 ас қасық мөлшерде сары майымызды салып қыздырып аламыз. Сары майды міндетті түрде қолданыңыздар. Келесі 1 бас сарымсағымызды, туралған сарымсағымызды салып, 5-7 минуттай қызарғанша қуырамыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін жарты картоплымызды салатын боламыз. Домалақтап туралған картоплымыздың жартысын ғана салып, бұл тағамның ерекшелігі картоп пен балықты кезектесе саламыз. Жарты-жартыдан салғандарыңыз жөн болады. Мінекей картоплымызды салғаннан кейін тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Өйткені тұз бұрышымызды салған себебім, өйткені картоплымыз өзіне сіңіріп алады. Келесі балығымызды саламыз. Балығымыз бұның аты ребус балық деп атайды. Кезектесе саламын. Жарты балықты біріншіден салып алғаннан кейін жарты картоплымды салатын боламын. Жарты картопты салғаннан кейін тұз бұрышын міндетті түрде қосатын боламын. Одан кейін картопты салғаннан кейін қалған балығымызды саламыз. Бұл тағамның ерекшелігі ребус балықтан жасалады. Ребус балығы қайдан алсам екен деп ойлап отырсаңыз, базарларда немесе супермаркетте, яғни дүкендерде де сатылады. Алып менімен бірге жасап көріңіздер. Және де ұнап жатса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Алда тағы да түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Мінекей тұз бұрышын салғаннан кейін жарты кесе мөлшермен су құйып, қақпағын жауып жарты сағатқа пісіріп аламыз. Жарты сағат өткеннен кейін піскенін байқаймыз. Картоплымызда жұп-жұмсақ және балығымызда да өте жұмсақ болып пісіп шыққан байқасаңыздар. Мінекей толығымен дайын тамағымыз. Бұл тағамымызды дастарханыңызға ұсынсаңыздар болады. Мінекей дәл видеодадай көріп тұрғандарыңыздай дастарханыңызға ұсынып, дәмін татып көрсеңіздер болады. Өте ерекше тағам және де жеңіл тағам. Ребус балығы өте пайдалы. Рыба по-карельски балығымыз мінекей толығымен дайын, арасы піскен. Сіздерге ұнап жатса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және тіркеліп достарыңызға таратыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айдана.